Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Лунтик және оның достары математика әлемінде. Бірде ай әлемінде кішкентай сәби дүниеге келді. Сөйтіп ол жер әлеміне түсіп, көптеген достар тапты. Сәлем. Ары қарай не болғанын сіздермен бірге білейік. Біз кішкентай Ара екеуміз кім мерген ойын ойнайық деп шештік. Бұл қауіпті емес пе? Қауіпті емес. Онда мен алысырақ тұрайын. Біз кішкентай Ара екеуміз ойынды кім жақсы ойнайтын білейік дедік. Дұрыс айтасың, ал сен, Лунтик, есептеп тұр. Кәне маған санауға көмектесесіңдер ме? Ойыншылардың біреуі жебені лақтырады, жебелер қадалған сандарды бір-біріне қосып, қанша очко болғанын есептейік. Қазір менің кезегім. Сегіз очко. Не деген мергендік? Бұл жерде ең бастысы мергендік керек. Төрт очко. Бәріміз тынышталамыз. Мен лақтырамын. Тоғыз очко. Дұрыс айтасың. Мен қазір шеңберлікті көрсетемін. Екі очко. Жарайсың. О, шарлар. Лунтик, есіңде ме? Мен саған рогатка атуды үйретем деп едім ғой. Келесі жолы болмайды ма? Қорқпа, өте оңай. Қазір шарларды жоғарға ұшады, а сен сол шарларды дәлдеп атуың керек. Бірақтан шарларды сандарын өсу ретіне қарай дәлдеуін керек. Ой, қиын екен. Мен өзім орындай алмаймын. Көмектесесіңдер ме? Сандарды өсу ретіне қарай дәлдеп ату керек. Бірінші кішкентайынан, сосын үлкеніне қарай. Дәл тигіздің. Өзім мерген екенсің ғой. Дәл тиді. Жарайсың. Дәл тигіздің. Өзім мерген екенсің. Дәл тиді. Барлық шарларды жардым. Менде тағы да бар. Дайындал. Шарлар тағы ұшады. Өзім мерген екенсің. Дәл тиді. Жарайсың. Мерген екенсің. Дәл тигіздің. Тиді. Жарайсың. Ура! Кәне балалар, шілекке қонаққа барайықшы. Ой, мұнда өте қорқынышты екен. Мастер Шлюк, көйлектер дайын ба? Дайын. Саған нешеу керек? Бәріне жету керек. Ол қанша? Маған сенің көмегің керек. Мен қоңыздарға арнап көйлектер тігіп қойдым. Енді оларды тарату керек. Мен сенсіз істей алмаймын. Қолында саны бар таяқша ұстаған қоңыздар екі жақтан шығады. Ал сен, Лунтик, қанша қоңыз екенін және неше көйлек керек екенін айтып тұрасың. Жарай ма? Балалар, маған көмектесесіңдер ме? Тақтайдағы сандарды бір-біріне қосып, нешеу екенін анықтау керек. Нешеу болды? 6 көйлек керек.
Бәрі дұрыс. Қазір тағы да қоңыздар шығады. Олар нешеу екен? 3 көйлек керек. Дұрыс. Ал балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады деген ойдамын. Сендер оқу қызметіне өте жақсы қатыстыңдар. Бүгінгі оқу қызметі осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.